Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге Казблог арнасы. Біз бүгін жақын уақыттарда болған қызықты спорт жаңалықтарына шолу жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Даниярдың алғашқы кездесуі, Италия чемпионатындағы тартыс, Ливерпульдің сенімсіз ойыны және де Романың сенімді жеңісі. Италияның 35-ші тур аясында өткен Интер мен Ювентус арасындағы орталық кездесуде Ювентус 13-ші минутта есепті алға шықты. 2 минуттан кейін Интер ойыншысы алаңнан қуылып, қонақтар басымдылыққа ие болды. Бірақ та 52-ші минутта Икарди есепті теңестіріп, артынша Бардзали өз қақпасына гол соғу арқылы Интер есепте алға шықты. Ювентус табандылығының арқасында алдымен 87-ші, сосын 89-ші минуттарда есепті еселеп жеңіске жетті. Бұл жеңіс Наполидің чемпиондыққа таластағы мүмкіндігін айтарлықтай қиындатты. Қазақстандық боксшы Данияр Елеусінов өзінің кәсіпқой бокстағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Қарсыласы Ноукиданы Данияр алғашқы минуттардан бастап соққының астына алып, бірнеше нокдаунға түсірді. Ақырында бар болған кездесудің 3-ші раундында төрешінің шешімімен қарсыласын техникалық нокаутқа жіберіп, жеңіске жетті. Англияның 36-ші тур аясында Ливерпуль мен Сток Сити күш сынасты. Чемпиондар лигасының жартылай финалисті Ливерпуль қанша тырысқанымен де Премьер-лигада 19-ші орында келе жатқан Сток Сити қақпасына ешқандай қауіп төндіре алмай тең тарқасты.